Университетіміздің 85 жылдығына орай журналистика факультетінде, жалпы факультеттің 85 жылдығына орай ұлттық рух иясы атты апталық өтіп жатыр. Баспагерлік, редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының апталығы. Жалпы осы кафедраның жанынан дизайн мамандығының ашылғанына бәрі жоғы 5-6 жыл ғана уақыт болды. Мамандық жалпы енді ғана аяғынан тұрып келе жатыр деп айтуға болады. Мықты ұстаздар жиналып жатыр, бірақ енді осы мамандықта оқып жатқан студенттерге оқулық жағы тапшылық ететін еді. Ол жалпы біздің факультеттегі ғана жағдай емес, осы мамандықта бүкіл Қазақстан бойынша, әсіресінде қазақ тіліндегі оқулықтар жоқтың қасы деуге болады. Осы олқылықты толтыру мақсатында кафедрамыздың оқытушысы Дәурен Мұхамеджановтың дизайнердің көркемдік шығармашылығы атты кітабы жарық көрді. Бұл қазақ тіліндегі дизайн мамандығына байланысты алғашқы оқулық. Жаңағы бұл студенттерге ең қажетті құнды дүние деп есептейміз. Өз ана тілінде осы жаңағы мамандықтың қыр-сырын оқуға студенттер осы оқулық арқылы жете алады деп есептейміз. Мына Дәурен Мұхамеджанұлының салған сара жолын кейінгі біздің ұстаздарымыз дара жолын сара жол етсін деген тілегіміз бар. Оқулықтар көбейе берсін. Әсіресе жаңа мамандықтарда қазақ тіліндегі оқулықтар көбейсін деген тілек айтқымыз келеді.